арасында танылмай жүрген талантты жандар бізде өте көп. Мысалы, сіздің құрбыңыз, мүмкін қайнапаңыз болар, немесе әпкеңіз болар, тума талант шығар. Дегенмен жұртқа танылып, сәтті билетті ұтып алу екінің біріне бұйырмайтын бақ. Студиямыздың бүгінгі қонақтарын мен осы жолы болғыштар деп атар едім. Бүгінгі күннің ең көп аталатын есімдері қатарында осылар. Әлеуметтік желіде олардың өнері талқыға түседі. Ал талғампаз көрермен олардың болашақ жұлдызы өміріне өз қолымен жол ашады. Шамамен түсіндіңіз ғой деймін, не айтып отырғанымды. Бүгін эфирде ұлттық арнаның жас жұлдыздары, Қазақстан дауысы жобасының финалистері арнайы сіздер үшін барлық сұрақтарға жауап береді. Дәл қазір экрандарыңызда біздің байланыс телефонымыздың нөмірі шығып тұр: 55 31 80, 55 31 81. Хабарласыңыздар. Дауыс бұл халықаралық жоба. Яғни әлем тамсанып, тамашалап жүрген жобаның қызықты сәттерінен бастайық бірінші. The Voice телешоуы дөңгеленген дүниені шыр айналдыра таң қалдырудан танбай келеді. Әр елде өз нұсқасы бар. Ең алғаш рет эфирге 2010 жылы Голландияда шықты. Тума таланттарды танытатын бұл бағдарламаның ерекшелігі кез келген қалаған адамға сахнаға жол ашатыны. Тек табиғи дарыны мен ән айту қабілеті болсын. Тәжірибе ондайлардың көп екенін көрсетті. Классикалық операдан бастап, рок әндеріне дейін, тіпті монах әйелде қалыс қалмайды. No One әнін керемет дауыспен шырқаған 25 жастағы Кристина Сицилиядағы католиктік шіркеудің қызметкері. Ол ғажап дауысымен, ерекше харизмамен 4 тәлімгерді де өзіне ойланбастан қаратты. Ал мына жігіт Қытайдың миллиардтарын аузына қаратқан бір қазақтың баласы. Ал Наргиз Закированы жұртшылық тек дауысы үшін емес, ерекше болмысы үшін де есінде сақтап қалды. Өзбектің қызы қазір Америка азаматы. Жүректен шыққан әндер де көптің жүрегінің төрінде. Тіпті кей қатал деген тәлімгерлерді жылатады. Әлемнің кейбір елінде дауыстың балаларға арналған нұсқасы да бар. Мына қағаз стаканмен ән айтып жатқан қыз, соның кейіпкері, ерекше аспабын Толик деп атапты. Әлемдік көңіл көтеру индустриясы біздіңше шоу-бизнесте жазылмаған заң бар қалыптасқан. Шоу, яғни көзбен көріп, көңілде мәңгі қалатын, жадымызды жабайы тілмен айтқанда жарып жіберетін дүниелерді ұйымдастыру. Мұндайда әншілерге әртүрлі әрекетке барып, әжуалануға да тура келіп жатады. Ал дауыс жобасы бұл ережені бұзып, тума талантты тек тыңдай білу маңызды екенін тағы да дәлелдеді. Расында да қаншама эмоция қарап отырсаңыздар. Бүгін бізге қонаққа келіп отырған үштікке сіздер апта сайын дауыс бересіздер. Әрине бұлар сахнаға шыққанда шын айту керек, мен де жыладым десем болады. Сонымен қарсы алайық. Дәл қазір Қазақстан дауысының финалистерін ортаға шақырсам деп отырмын. Бауыржан Ретбаев, Гүлім Жүсіпбекова және де Айса Алимусаев. Қалайсыңдар келіндер? Жағдайларың қалай? Сынаймын кейде, сынаймын, қалың қалай, жағдайың қалай, әдемі біздің Исаң. Жағдайың қалай, келіп төрлетіндер. Қош келдіңдер біздің студиямызға, көңіл күйлерің қалай? Керемет. Кім маған айтты, 1-2 сағат ұйықтадық деп? Кім қанша сағат ұйықтады бүгін? Иса екеуміз айтты ғой деймін. Иса екеуміз айтты ғой деймін соны. Иә, қанша?
2 сағаттай ұйықтадық. 2 сағаттай. Я, мен түсінгенім, сіздер негізі өз рейстеріңізға да ұйықтап қалдыңыздар, е? Солай ма? Гүлім, солай ма? Иә. Үлгердіңдер ғой жақсы. Мінекей, құрметті көрермен, Иса бүгін біздің студиямызда, Бауыржан және де Гүлім. Ал енді сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Алғашқы көрерменге кезек берейік. Соған қарағанда маған да уақыт емейтін сияқты ғой деймін сұрақ қоюға. Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Ләйлә Сұлтанқызы. Менің аты-жөнім Ғайса. Ғайса, қуаныштымыз. Менің жасым 13-те, мен сізге Ақтөбе облысынан звондап тұрмын. Мен осы Қазақстан дауысына қатысып жатқан қатысушыларға сұрағым, ол көбісі айтып жатады, Қазақстан дауысына қатысқандар ақша арқасында қатысады, олар ақша арқасында өтеді, өзін талант арқасында өтпейді дейді. Жақсы, түсінікті сұрағыңыз. Жақсы, түсінікті. Бұлай істайық, мысалы, ең көп қойылатын сұрақ, осы ақшаның арқасында болмаса, бір көкесі бар шығар деген сұрақтар өте жиі қойылады біздің әлеуметтік жерде. Иса, өзіңнің атыңда қандай дүниең бар? Содан бастайықшы біз. Енді ақша жағы енді ол өтірік әңгіме. Өтірік. Иә, ол маған да солай айтты. Интернет әлеуметтік желілерде солай айтады. Ақша беріп не қылдыңдар ма деп, өттіңіз ба деп. Жоқ, ақша берген жоқпыз. Барлығы адам. Сен кәдімгідей толқып отырсың. Менің ойымша, құрметті көрермен, біз бірден әңгімені ақшадан бастағаннан кейін Исаның өзі сағаны ғой деймін. Иса, бәрі жақсы, сен толқыма тікелей эфир болғанмен, қаншама көрермен сені көріп отырғанмен, бастысы сен үлкен шоу-бизнеске қадам басып отырсың. Сондықтан дер кезінде жиналып алу керек кейде, иә? Жасың қазір нешеде? 19-да. 19-да. Енді жарайды, құрметті көрермен, сіздер қатты қинамаңыздар. Исаның ешқандай да ақша берген немесе көкесі жоқ екен, дұрыс па? Дұрыс. Бауыржан. Бауыржанда көкесі бар дейді, а? Батыстың жігіті болғаннан кейін бе әлде жағдай қалай? Маған да сөйтіп айтып жатады, жаңағы сен ақтаудыксің, сендерде мұнай бар, сен сатып аласың дейді. Бірақ оның негізінде ондай емес. Әркімге берілетін бақ қой, маған да беріліп жатқан бақ шығар деп ойлаймын. Ондай ақшамен ешқашан мен өзімнің өнерімді ақшаға не істеп сатқан емеспін. Енді бір жағынан өте дұрыс айтасыздар, яғни ақшаларыңыз болса, мұндай байқауға қатысудың қажетіне байқаусыз-ақ, иә? Гүлім, сен жолы болғыш қыздардың бірісің. Үнемі осы туралы жазады. Көңіл күйің қалай енді? Сен осы байқау кезінде қатты жүдеп те кетіпсің. Көңіл күйім жақсы. Әрине, қобалжығаннан, уайымдағаннан шығар деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтылып жатыр ғой, ақша деп, бұл жерде ешқандай да ақшаның қатысы жоқ. Тіпті мені миллионердің қызы деп айтып жатыр. Солай да айтамын. Мен ешқандай да миллионердің қызы емеспін. Мен қарапайым ауылдан шыққан қазақтың қызымын. Ешқандай ақшам жоқ менің. Бірақ әрине өнерге жақынмын. Кішкентайымнан ән айтып келе жатырмын. Сол өнерімді сынайын, осындай сынақтардан өтейін деп. Әрине бұндай байқауға бірінші рет. Расында да Гүлімнің шындық қой, осы болмысына ғашық көрермендері өте көп. Екі баланың анасы екенінде көптеген көрермендеріміз жақсы білетін шығар. Бізде А бағыты хэштег арқылы енді Твиттерға жазылып жатқан ой пікірлерді біз экранға беріп отырмыз. Басталды ғой деймін, сондықтан сіздер өздеріңіз оқып үлгеріңіздер. Тыңдап тұрмыз, келесі көрермен. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Иә, сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қойсаңыз. Қойыңыз сұрағыңызды. Қайырлы күн. Қалайсыздар? Жақсы. Сұрағыңызды жылдам қойсаңыз. Мен Исаға өз тілектерімді айтайын деп едім, осы Қазақстан жобасында жеңіп шығу үшін. Жеңіп шығу үшін сіз Исаға Өз тілектерімді айтайын деп едім. Мен оның үзбей көремін. Үзбей көресің. Тілек айтайын. Иә, сізге тілек айтып жатыр енді. Қысылып тұр ғой біздің кішкентай қыз. Қолдап жер енді. Тыңдағаныңа рахмет. Тыңдай бер десей. Тыңдай бер. Жақсы, біз қазір аз ғана уақытты жарнамаға бөле тұрайық. Және біздің шынында да тікелей эфирге енді сіздер үлкен жексенбі күні кешкі эфирге үйренген сияқтысыздар. Күндіз эфирге шықпағаннан кейін кішкене толқып отырсыздар ма? Ал біз жарнамаға кезекті берейік, жарнамадан кейін жалғастырамыз.
Расында да бұл жерде ешқандай құпия жоқ шығар, енді көпті таңғалдырып отыр. Әрине бұл сұрақты біз Гүлімнің өзінен де сұрасақ дейміз, өйткені көп көрермен сынап та жатады. Біз енді сенің кемшілігіңді бетіңе басу үшін шақырып отырған жоқпыз, соны ең бастысы өзің дұрыссың. Ең бастысы біз қазақи тың дүниені сусындағымыз келеді. Сағынғандығымыздың белгісі деп ойлаймын бұл. Яғни сенің көп дауыс жинап отырған, көрермендердің санын көбейіп отырған. Өзің де солай ойлайсың ба? Әрине. Содан, иә? Жаңа кешірім сұраймын деп. Ол әрбір адамда болатын нәрсе емес пе? Ұмытып қалу сөзін, құлап қалу, кейбіреулер кәдімгідей сахнада, иә? Тамағың ауырып тұруы мүмкін. Мен бұл ол кезеңде күтпеген жерден болды да мен үшін. Сондықтан мен халықтан кешірім сұраған едім. Өйткені дайындық барысында мен жақсы орындаған болатынмын әнді. Енді Медеу Арынбаевтың дәл қазір біз айтқан сөзін экранға беріп отырмыз, құрметті көрермен. Бұл жерде Медеу мырза өзінің осыған дейінгі айтқан таңғалысын, яғни түсінбеймін деген өзінің пікірін білдіріп қалды. Әрине оны мүмкін кейбір журналистер асыра сілтеп, басқашалай бұрмалап жазып та жүрген шығар. Енді біз осыған байланысты өзің ойың. Сен қалай кешірім сұрадың, көрдің бе? Халық бірден сені одан бетер ары қарай сынай түсті. Мүмкін кешірім сұрамау керек пе? Ол әрбір адамның басында болатын жағдай деп. Онда тұрған не бар деп? Қалай ойлайсың? Әнді орындай алмағандығымнан мен кешірім сұрадым. Өйткені ол тікелей менің денсаулығыма байланысты болды. Өйткені өзім күтпеген жерде мен тілім байланып қалды сахнада. Содан қорықтым, сахнаға шығу мен үшін бір қорқыныш сияқты болып қалды да. Одан кейін шықтым, халық мені қолдады. Мені халқыма үлкен рахметімді айтқым келеді. Бұл жерде маған бір мүмкіндік беріп тұрды. Ары қарай мені сахнада көргісі келген шығар. Енді өз-өзіңді қалай жігерлейсің? Өйткені Медеу мырзада мысалы әр эфирде кейде қатты сынап айтып жатады. Таңғалам деп айтып жатады. Оның астарын бәріміз түсініп тұрмыз ғой. Дегенмен өзіңе кім күш береді, немесе әрине сахнада жаңағы көріністен кейін Медеуаға күтпеген шығар. Халық мені қолдайтын. Және мен де күткен жоқпын ондай. Халық мені қолдайды дегенді күткен жоқпын. Өзім әнді орындай алмағаннан кейін, көңілімнен шықпағаннан кейін күткен жоқпын, бірақ халық қолдады. Халқыма алғысым шексіз. Ары қарайда жұмыс істеп жатырмын. Өз-өзімді қайраймын қазір. Қалай қайрайсың? Не айтасың сонда өзіңе іштей? Іштегі жатқан өнерімді көрсеткім келеді. Жоқ, өзіңді қайрауға байланысты айтшы. Біз қазір бұл жерде әдемі сөздерді айтып отырмыз. Оның барлығы халқыма ризамын, оның барлығы түсінікті жағдай. Қалай қайрайсың? Гүлім, тұр таңертең, есіңді жи, дұрыстап боян. Мысалы, қайрашы өзіңді, қалай қайрайсың? Мен өзім жеке қаламын, ойланамын, өзім жүрегімді тыңдауға тырысам, өз-өзімді сахнада елестетемін, келесі кезеңге жақсы шығуға тырысам, өз-өзімді қайраймын сөйтіп. Және де менің кетіп қалғым келген, өйткені біз мына телефон жүйесіндегі ВКонтакт дейміз, Инстаграм дейміз, сонда жаңағы жанкүйерлері әртүрлі сөздер айтқанда мен жүрегіме қатты батады. Сен оқисың ғой оның барлығын? Кейде ашып қараймын, бірақ қарағанда да ол жерде білемін мен қатысушылардың жанкүйерлері екен. Әркім өзінің жанкүйері үшін жан салып, өздерінше бір сені жамандап, өзіңді мақтап. Әрине оның ішінде мені де қолдап жатқандар бар, жоқ емес. Мені де қолдап жатады, әркім өзінің жерлес үшін, таныс тамыр үшін қолдап жататын шығар. Сол кезде мен ойланған болатынмын, бұл жобадан кетсем бе деген. Жылапсың? Бірақ, иә, жыладым. Бірақ та ондай оқырмандар санында көрсетіп отырмыз біз қазір көрерменге сенің. Өте аз. Жабық па профайлы? Мен көп кірмеймін. Көп кірмегендіктен дейсің? Инстаграмға көп кірмеймін. Және ВКонтактіге де мен андасында бір қараймын. Не жазып жатыр екен деген. Не жазып жатыр, бірақ та өзі туралы көп сынды оқығанмен ол гүлімді сындырмайды. Ойлаңыздар, құрметті біздің арулар, қыздар, келіншектер. Солай айтамыз ба? Өйткені көбісі Иса мықты, Бауыржан мықты. Мысалы, қазір 2-ге немесе 3-ке бөлініп алған сияқты бір өздігінше бір фронт, Сен Исаның армиясы Бауыржанға қарсы, Бауыржанның армиясы Исаға қарсы, гүлімнің мысалы. Солай ғой, өздерің білесіңдер ғой. Өзара іштей қалай сезінесіңдер өздеріңді? Шындарыңды айтыңдаршы. Біз суретке мен туралы көп жазып жатыр. Суретке де түсіріп жібердік, видеоға да түсіріп жібердік. Біз туралы дауыс беріңіздер деп, таласпаңдар деп.
бәрібір оған не жоқ. Таласпаңдар, мен жалғыз Исамын десе. Жоқ, Тыңдап тұрмыз, көрерменге берейік қазір Иса. Тыңдап тұрмыз, сәлеметсіздер. Қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Алло, Иә, жылдам сұрағыңызды қойсаңыз. саламатсыз. Мен Батыс Қазақстан облысынан хабарласып тұрдым. Есімім Гүлайым болады. Біздер деген бүгін Қазақстан дауысына қатысушыларды. Кішкене дауыстап сөйлесеңіз. Аха, Қазақстан дауысына қатысушылар келіп жатыр екен, өте қуаныштымыз. Біздің атен дегенмен ойым, бүгінгі келіп отқан 3 қатысушының ішінде Бауыржан мен Исаның өнеріне өте тәнтіміз, өте керемет етіп, дауыстарында сөз жоқ. Ал егер қазір мен сізге сұрақ қояйыншы, егер мысалы дейік, екеуі ең соңғы ақтықсында екеуі ғана қалған болса, кімге сіз даусыңызды берер едіңіз? Қазір екеуін бөліп жармай отырсыз, жеме-жемге келгенде. Екеуінің біреуі қалатын, мен Бауыржанға берер едім. Түсінікті. Рахмет көп. Яғни Бауыржан сіздің жерлесіңіз. Ол туралы айтпаймыз дегенбіз негізі. Енді Иса мен Бауыржан бірдей деңгейде айтады деп айта аламын. Дауыстары өте керемет. Сосын тағы да бір айта кететінім, айтыңыз. Жаңа біздің Батыс Қазақстан облысынан хабарласып тұрмын ғой, біздің облыстан Жалғас деген бала қатысқан. Қазір өте мына қалды ол. Оның дауысы да өте сондай керемет бала еді. Сол ойлаймыз ғой, жаңа ақша деп айтып жатыр ғой, ақша жағынан деп. Ақша мәселесі де сол, ақшасы бар адамдар өтеді деп айтып жатыр ғой. Иә. Сол жағынан айтайын деген өз ойымда. Яғни ол өтірік дегіңіз келіп отыр ма, әлде сіздің де сұрағыңыз сондай ма? Сондай ақшасы болмай өте алмай қалды деген Жақсы. ойым. Яғни Жалғастың ақшасы болмай қалды, Бауыржанның ақшасы көп болғаннан кейін өтті болып тұр ма? Сонда мен түсінгенім, енді бұл сұраққа қайта-қайта жауап беруден бағдарлама барысында біз шаршамаспыз. Гүлім, біз бір нәрсені түсініп алайық. Екеуміз осы жерде әдемі, ең әдемісі екеуміз біз, иә? Шын. Екеуміз қатысқан болсақ, екеумізге ешкім дауыс бермейді. Өйткені көретін көрермен бұл жас қыздар болуы мүмкін. Түсінесің бе? Сенің 2 балаң бар, менің 2 балам бар. Әлде мен қателесем ба? Қателесетін болса, онда кәнекей өз пікірлеріңізді, өз ойларыңызды айтыңыздар жарнамадан кейін. Тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен, мен өзімнің жеке аккаунтымда егер бүгін ерекше қойған сұрақтың егеріне 5000 бірлік берем деп уәде берген болатын. Хабар соңына дейін біздің әйел бақытының және де менің жеке аккаунтыма кіріп сұрақтарды қойыңыздар, соның ішінде біз саралап хабар соңына дейін ең үздігін анықтайтын боламыз. Тікелей эфирдеміз, байланыс телефонымыз қызмет жасап тұр, және бүгін студиямызда Бауыржан, Гүлім, Иса. Біз жігіттерге қазір кезек бермес бұрын, енді Гүлімге мыңда бір алғысымызды білдіргіміз келеді. Яғни Гүлім, алдағы уақытта сені биік шыңдардан көргіміз келеді. Кішкентай 2 құлыншағыңның арқасынан демографиялық өсімге де көмегің тие берсін. Азамат екеуің бақытты болыңдар. Айта кететін жайт, шынында да Гүлімнің жұбайы Азамат Қанапиянов өте белгілі, қалай таныстырайын, өте белгілі азамат. Қазақстан ұлттық арнасының жарнамасынан есіпте жүрген шығарсыздар, барлық анонстың сол жігіттің дауысы. Болмаса, ең әйгілі Тачки мультфильмдегі сол кішкентай Маккуиннің дауысы, Азаматтың дауысы. Дұрыс па? Біз хабарымызды қазір жаңа ғана Гүлім, сенің инстаграмдағы парақшаңды қойдық қой біз. Қанша секунд қойдық шамамен? Көрдің ғой, бір 5 секунд қойдық та? Бір 5 секундтай көрсеттік, Бауыржан? Сол арада 100 адамға көбейген ғой. Көрдің бе, бұл тікелей эфирдің құдіреті. Құрметті көрермен, сондықтан біз мүмкін қазір хабар барысында 2 жігітіміздің де парақшалары туралы айтатын боламыз. Бірақ мен қазір Алмас Кішкенбаевқа хабарлассам деп отырмын. Иса мен Бауыржан туралы толық ақпаратты өзінің тәлімгерінен білім келеді. Яғни жігіттердің мінезі, жігіттердің репертуар таңдаудағы қателіктері болмаса... Жақсы. Алмас өшірулі. Біз Алмасқа айтпай хабарласайық дегенбіз. Мүмкін ол қазір түсірілімде жүрген шығар. Хабар барысында тағы да көреміз енді. Егер алып жатса, Алмастан толыққанды білгіміз келеді. Исамен толығырақ, жақынырақ таныссақ деп отырмыз. Қазір назарларыңызға Иса туралы бейнесюжетті назарларыңызға ұсынамыз. Para
жастарды танытатын Қазақстан дауысы жобасының қатысушысы Иса Мусаев көрме таңдау кезінде Исаға бір ғана тәлімгер бұрылды. Ол Алмас Кешкенбаев. Үлгерді ма? Үлгерді. Бүгінде Иса финалда өнер көрсетуде. Дегенмен тәлімгер екі қатысушының бірін таңдар сәтте тағы да Алмас Исаны таңдады. Жобаны жалғастыратын Иса. Әрдайым тәлімгердің талғамына сай болу, жобаны жалғастыру бақытын Алмас сыйлап келе жатқандай. Оған не себеп? Жалпы Исаға қарағанда, Исаның сахнадан көргенде, сонау бағана өзіңіз айтқандай Суперстар KZ жобасындағы өзімді көрем. Сол себептен Исаға тағы да бір үміт бергім келеді. Иса жобаны жалғастырады. Алмас бір үміт беріп, Иса жобада қалды. Алмастың артқан үміті ақталды ма? Келесі кезеңге Иса көрермендер қалауы бойынша өтті. Қазір интернет толған Исаға ғашық қыздардың пікірі. Салған әнінен бұрын сыртқы сымбатына тамсана жазылған пікір көп. Ол тіпті ең талғамды орындаушы деген атқа лайықта болып үлгерді. Без музыки тоска, мы расстались, но осталась наша музыка. Жанарында жалыны бар камераға, сол арқылы көрерменнің көзіне тура қарайтын модель келбетті жігіт 5 миллионды иелене алама. Оны уақыт көрсетеді. Шын айту керек, құрметті көрермен, Исаның қазіргі таңдағы шығармашылық өмірі кішкене Алмастың өміріне ұқсайтын сияқты мен үшін. Өйткені осыдан бір 10 жыл бұрын болған Суперстар байқауында да Алмас бірнеше рет ұшып ақтықсында қайта оралған жігіт еді, бағы жанып үлкен жұлдызға айналды. Қазір Исаны да әрдайым Алмас құтқарып отырған екен. Қазір қарап отырсам осы сюжет барысында модель жігіт деп жатамыз, Исаның ұлты кім деп жатамыз, Иса Алиокаповқа ұқсайды деп жатамыз, Иса Бауыржан Исаны өзімнің фаворитім деп жазып жатыр екен. Енді көп айтып отырсақ сұрақтар. Ретмен айтамыз ба? Ұлттан бастаймыз ба? Бастайық. Менің ұлтым қазақ, өзбек емеспін, қырғыз емеспін, кіші жүз Айтқожа ішінде. Бірден руынды айта кетейін деді ғой енді. Көп сұрақ қояды, сен өзбексің деп орыс кетіп жатыр. Неге? Өйткені сен Өзбекстанда тудың ба? Өзбекстанда тудым, Ұшқұдық деген қаласында. Онда қазақтар тұрады. Өте көп қазақтар тұрады. Қазақтар көп тұрады. Қашан көшіп келдіңдер? Мен өзім келдім оқуға. 4 жыл бұрын. Әке-шешең сол жақта тұра ма? Әке-шешем сонда тұрады. Қазақстан арнасын көре ме? Көреді. Мен нағашыларым қолына келдім оқуға. Петропавлда. Петропавлда. Ұшқұдықтан кейін Петропавлдың ауасы қалай? Мен басында тоңасын, жүресін, сөйтіп үйренісіп кеттік қазір. Мамандығың бойынша? Әнші. Әншісің, осы салада. 4-ші курста оқимын Петропавлда, музыкальный колледжде. Жақсы, колледж. Колледж бітіргеннен кейін жоспар қандай? Колледж бітіргеннен кейін жоспарым Алматыға бару. Оқу үлкен жоғарғы оқуға түсіп кету. Жақсы, мен қазір студент Исаға сұрақ қойғым келіп жатыр, осы сұрақ қойғым келеді музыка туралы. 1925 жылы Парижде өткен бүкіл дүниежүзі сән өнері көрмесінде ағаш, аяқ, қанапия, үш-төрт әндерін орындап, екінші бәйгемен қоса күміс медаль алған қазақтың күміскөй әншісі кім? Енді сен студентсің ғой, сен білуің керек қой. Білмейді екем. Жарайды. Онда негізі бұл сұраққа менің ойымша Әміре Хашобаев екен гүлім айтқым келді ғой дейм, айту керек қой енді, неге ұяламыз? Алмас Кешкенбаевқа хабарласамыз. Қазір 19-дасың, 4-ші көрісті, одан кейін Астанаға қайтып келін келеді. Астанаға немесе Алматыға? Алло. Алмас? Иә. Сәлем, қалың қалай? Жақсы. Көңіл күйің? Жақсы. Өздеріңіз? Кішкентайың қалай? Жақсы, рахмет. Өсіп жатыр. Не істеп жатсың? Мен қалада жүрмін. Алмас, мен бір сұрайын дегенмін ғой. Бауыржан, Иса сенің тобыңдағы. Кейде мен, сен көресің ғой, мен оқыған кезде мен көбіне былай сынап қоям ол жігіттерді, кішкене еріншек па деп жазып, еріншек па, немесе оларды репертуарын кім таңдайды деп. Өздері таңдай ма осы репертуарды?
Былтырғы сезонға қарағанда биыл мен өздеріне сәл ерік бердім, себебі жалпы қатысушылардың көңілінен шықпай қалатын кездер болады. Ол кезде жалпы қатысушының көңілінен шықпаған ән сахнада мүлде дұрыс шықпайды. Сол себептен өздерінің көңілінен шыққан әндерді айтса екен, орындаса екен деген. Яғни өздері таңдайды. Өздері таңдайды, 100%. 100%. Бірақ мен қадағалап отырам, келеді ма, келмейді ма, дауыстарына сәйкес келеді ма, жалпы жобада бұндай әнді орындауға болады ма, болмайды ма? Енді білмеймін, соңғы Исаның өнер көрсеткен әні, киімі өзіне жарасы деп ойлайсың ба сен тәлімгер ретінде? Міндетті түрде, себебі ән өте жақсы, халықтың есінде бар, бірақ басқа интерпретацияда орындап шықты Иса, қазіргі заманға сай, қазіргі заманауи ағымда орындап шықты. Жалпы өзімнің көңілінен шықты. Өзің көңілінен шықты. Ал киім таңдауға араласасың ба, мысалы, мынау киім жарасады, саған мынау киім жараспайды деп? Енді ол жалпы жобаның стилистеріне байланысты, жобада қатысушыларға байланысты стилистер бар жоғын, енді оның маған қатысы жоқ, сол себептен Исаның жалпы жобадағы киімі, болмысы өзінің көңілінен шығады. Екінші Алмас Кішкенбаев емес пе? Кейде Алмас сондай бір. Егер олай болатын болса, мен жалпы негізі дәлі сіздің Исаның өнері, Исаның жалпы творчествосы қатысушы ретінде сіздің көңіліңізден шығатынын білем. Сол себептен екінші Алмас болып жатса, Иса жалпы далада қалмайды деп ойлаймын. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Не деген Алмас, не деген сенімділік деп айтар едім мен дәл қазір осы жерде. Жарайды. Енді соңғы сұрақ, мінезіне байланысты қойғым келеді. Небәрі 19 жасы. Кішкене мысалы еріншек болып, сондай ұйықтап қалып. Маған негізі ұйымдастырушылар бір-екі рет сын айтқан болатын, Исаға байланысты бір-екі жерде кешікті деп дайындықтарға. Одан кейін біз Исамен сөйлестік. Қазір кешікпей ме? Қазір кешікпейді. Жарайды, Иса. Қазір өзім ұйымдастырушылардан әрдайым сұрап тұрам. Кешігіп жүр ма? Айтып қойыңдар дейсің ғой? Иә. Айтып қойыңдар. Алмас, мен Бауыржан туралы сұрағым келіп отыр. Енді Бауыржанды мен түсініп отырмын, қазіргі таңда барлық батыс өңірі қолдап отырған, және де Бауыржанның осы уақытқа дейін өзі батыс деген топта әнші екенін де біліп жүрміз. Сол себептен Бауыржан бекер қатысты деген пікір қалыптасып жатыр қазір. Рас, соны қолдайсың ба өзің? Бауыржанның артық салмағы да әңгіме болып жатыр қазір. Бауыржанның ағылшынша өлең айта алмайды ма деп, немесе сан қырлы бола алмай ма дегенде мысалы сұрақтар бар. Бауыржан негізі жалпы өте ерекше қатысушы, себебі өзіндік стилін тапқан сахнада. Енді сөздің шыны керек, мен Бауыржанның өзіне де айтқанмын. Бауыржанның мен топта ән айтуына негізі қарсымын. Негізі. Оны Бауыржанның өзі де біледі. Себебі ол жеке орындаушы. Бауыржан мен жеке орындаушы ретінде әрине көптеген жұмыстар қажет, талап етіледі, бірақ дегенмен қазіргі таңда ол топта, енді ол өзінің еркісі, оның үстіне белгілі танымал, өте танымал өзінің продюсері де бар, қазір айтып жатпай қояйын, бірақ... Лұқпан Жолдасов па? Лұқпан ба, аға ма? О, неге айтпаймыз? Енді білмеймін, енді жалпы жарнама болып кетпесін деп жатқаным ғой, қайдан білемін. Онда тұрған ештеңе жоқ қой деп ойлаймын. Бауыржан, енді жақсы, Бауыржанды қазір біз мақтай беруімізге болады, бірақ Бауыржанның да кемшіліктері жоқ емес бар. Бауыржан бар. Қандай? Кемшіліктері енді ол өзінің бір бағытта ғана орындайтын стилі бар. Ол енді кемшілікке де жата қоймайтын шығар, себебі өзінің стилін тапқан әнші. Болды, оны басқаша ол Джастин Тимберлейк сияқты, болмаса басқаша ол ән айту мүмкін емес пе сонда Бауыржанға? Мүмкін емес, себебі Ләйлә өзіңіз білесіз ғой, мен кезінде қатысушы болып келген кезінде сонау Суперстар KZ жобасына мен де ағылшынша ән айту білмейтінмін. Ол аса айтарлықтай кемшілік деп айта алмаймын. Жоқ, Алмас, сен қазір ағылшын тілінде де ән айтасың, орыс тілінде де ән айтасың, одан кейін сен қазір жасың 30-дан асса да енді билеп жүрсің. Онда тұрған ештеңе жоқ қой деп ойлаймын. Енді оның барлығы уақытпен келетін дүние ғой. Жарайды. Оны сіз өзіңіз білесіз. Уақытпен барлығы өз орнына келеді деп ойлаймын. Жақсы. Енді Алмас, мыңда бір алғыс. Біз тікелей эфирде болдық қазір. Айтайық, өйткені
тікелей эфирде жаңа жарнама болып кетпесін дегенге қарағанда сен бізді көріп отырған сияқтысың әңгімеңе қарасақ. Рахмет мыңда бір. Енді алдағы жексенбі күні біз көрермендер не көре аламыз? Алдағы жексенбіде өте тартысты сайыс болады. Енді дегенмен өзімнің қатысушыларыма әрине жеңіс тілеймін. Алмас, соңғы сұрақ болады ма? Мен қазір соңғы сұрақ. Егер саған таңдау алдына Бауыржан не Иса деп қойса, тәлімгер ретінде? Шын? Дәл қазір айта алмаймын еш нәрсе. Көрсеткен өнеріне байланысты дәл сол сәтте шешілетін болады. Жарайды. Жақсы, рахмет Алмас, сәттілік өзіңе де биік шыңдардан көре берейік. Құрметті көрермен, дәл қазір жанкүйері өте көп Бауыржан туралы сюжет тамашаласақ. Сіздің фаворит болса, онда сіз осы жексенбі күні кешкі сағат 9-да Қазақстан арнасынан өтетін Қазақстан дауысы жобасының міндетті түрде тамашалайтын шығарсыз. Бауыржан, көрермен бар бізде? Тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Сіз эфирдесіз? Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз бе? Сұрағыңыз? Мен Петропавл қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Қуаныш. Иә, Қуаныш, жылдам сұрағыңызды қойсаңыз? Исаға тілек айтсам ба дегем? Айтыңыз. Иса өзі сондай уайымдап, қолы дірілдеп. Петропавл қаласында Исамен бір группада өлең айтқанбыз біз. Сосын мен 2013 жылы әскерге кетіп қалған, бір республикалық ұланда осы әскери борышымды атқарып, қазір алдағы жұмысымды осы әскери салада жалғастырып жатырмын. Жақсы. Сол Исаға Қазақстан дауысын осылай босатпай жексенбі сайын көріп тұрам, Исаға дауыс берем. Сол Исаға тілейтін тек қана алға, Иса. Сен осы Қазақстан дауысын жеңуіңде тілектеспін. Сол алға, осы Иса тек қана алға. Жақсы, рахмет. Осы Қазақстанның белгілі бір әншісі болуға жазсын саған. Менің ойымша бұл жерде қазір жартылай финалда жүрген барлығы белгілі әнші ғой деп ойлаймын, болашақта әнші болады. Гүлімді де біз жоғалтпаймыз болашақта, өзінің репертуарымен бізді қуандырады. Иса мысалы, егер Қазақстан дауысы атағын жеңіп алмаған жағдайда да сен бәрібір альбом жазу ойда, бәрібір сахнаға шығу ойда ғой, дұрыс қой. Сондықтан осы байқаудан кейін өмір жоқ, жеңіліп қалдым, бітті деген бір дұрыс емес түсінік қалыптаспау керек қой деп ойлаймын. Бауыржан, сөз кезегі өзіңде, енді сөзге жоқсың. Жаңағы көптеген көрермендеріміз, сенің профайлыңда ең көп оқырман сенде екен, ең көп тілек саған жазылады екен. Енді сыннан бұрын көбірек жақсы сөздер жазылады. Қарап отырсақ, Бауыржанның оқырманы 15 мыңнан асады. Қазір көрейік, тікелей эфир барысында мүмкін Бауыржанның парақшасы жаңағы Гүлімкінде 100 адам қосылса, 5 секундтың ішінде Бауыржанға қанша қосылатынын сынап көрейік. Отбасың туралы айтып берші бізге. Екі бауырым деп мысалы бір сондай... Жоқ, мен отбасым туралы айтатын болсам, үйдің кенжесімін, жалғыз болғам. Жалғызлысың? Ең кішісімін. Алдында 3 апам бар, әпкем ғой. Сіздің өмірде апам дедім. Қарапайым отбасыдан шықтым. Әке шешең, немен айналысың? Әкем мұнайшы, шешем мұғалім, бастауыш сыныптың. Қарапайым отбасынан әкем мұнайшы. Солай ма? Қазір 300 адамға артыпты, қазір жаңа 5 секундтың ішінде көрсеткеннің. Күшті бол. Жақсы ма? Маған жақсы бол, көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр. Бірақ сен үшін фаворит Иса. Бұл жай өтірік әңгіме ме, әлде сен оны шын көңілмен жаздың? Өйткені Иса бауырым жақсы айтады. Мен өзіме... Музыкалық термин сөйлейікші. Исаның артықшылығын музыкалық терминдермен айта аласың ба? Исаның маған қатты ұнайтын ән айтқанда қатты ұнайтын тұстары милки-милизм дейтін бар бізде. Дұрыс. Милки дегенді қазақша қалай айтады, түсіндіре алмай жатырмын. Сондай милизмдер бар өзінің сип дауысында, әдемі. Салып бересің бе кішкене? Иса, қай жерін енді келісіп алсын? Жоқ, қысылмаймыз, айтамыз кәне? Айта алмай әніміз. Сондай енді өзінің әдемі ерекшеліктері бар. Енді біз оригинал естейік. Айта алмай әніміз. Мен айта алмаймын ғой дейм, жарнамаға кезек. Онда бұлай жанкүйер болған жоқ мен ешкім үшін. Иә, көрдім. Кім үшін жанкүйерсіз? Бауыржан Ретбайға. Батыс Қазақстан облысы Ақтау қаласы. Мен Иса Алмусаевқа. Исаға. Мен вообще көрмеппін. Асылхан Дәстүр.
Дәстүр. Бауыржан Ретбаев. Соған мен жанкүйермін. Тартысты сондай қызу өтіп жатқан сияқты. Шын айту керек, құрметті көрермен, бүгін біз студиямызға сіздердің біздің парақшаларымызда жүргізген дауыс арқылы анықтап отырмыз бұл үштікті. Сондықтан дәстүрде мысалы басқа да қатысушылар бар ғой, өздерің достарың. Мүмкін кейбіреу ренжіп те жатқан шығар. Неге бізді шақырмады, неге мысалы басқаларын шақырмады деп. Сондықтан бұл тағы да сіздердің дауыстарыңыздың орта есеппен санағанда жеңіп алған үшеуі тұғын. Бауыржанмен ары қарай сұхбатымызды жалғастырсақ деп отырмыз. Енді батыстың ұланы Маңғыстауда адайдың 7 қайқысы 5 жүйрігі бар дейді. Кімдер? Соны атап беруім керек па? Иә, атаңыз 5 жүйрікті. Осындай кезде ұмытып қоямыз ғой. Жоқ, неге ұмытасыз? Өте белгілі ғой. Сіз үшін бұл көмектесейін. Ақтан. Ақтан жырауы бар. Сәтту. Ең болмаса 1-2 сәйкестікті табыңыз қазір. Қашаған. Жақсы, екінші сәйкестік. Сүгір. Жоқ. Ят болды. Жарайды, қинамаймыз. Ортақ сұрақ. 5 миллионы жеңіп алсаңыздар не істейсіздер деген. Біздің басым көпшілік көрерменнің сұрап отырған осы. Қысқа нұсқа Гүлім. Шынында не істейсің 5 миллионды жеңіп алсаң? Егер 5 миллионды жеңіп алсам, ол ақша ешкімге артық болған емес, ол жетіпті жығылған емес. Менің ойымша, егер ұтып жатсам, қаншама жағдай жоқ кісілер бар, мен сол кісілерге берер едім. Бәрі? Менің ойым солай. Шын? Шын. Қандай керемет. Не деген мейірімді жансыз. Бауыржан? Мен енді ойламаппын оны әлі, бірақ... Қойшы енді. Шын бәден ойламаппын. Жеңіп алдың делік? Жеңіп алып жатсам, енді сол өнер жолына жұмсағым келеді. Альбом жазасың? Иса, 5 миллион жеңіп алдың, не істейсің? Үйдегілерімді алып келетін. Көшіріп? Солай. Исаның әке-шешесі Үшқұдықта тұрады, сонау Нүкіс, Қарақалпақстан. Өзбекстанда. Иә, Өзбекстанда тұрады, сондықтан Исаның әке-шешеңді қашан көрдің соңғы рет? Жақында барып қойды. Сағынатын шығар сен, иә? Мен сағынат. Жылай ма анаң? Әр кеткен сайын балам-ау, жылы кейінше. Бірінші айтатын сөзіне анаңның саған хабарласқанда? Балам, қалайсың? Ит шүкір дейді. Ит шүкір деген сөз бар. Еркелетіп айтады. Жылы кейін. Жылы кейін дейді, тамағың, қарның тоқ па? Айтатын әңгімелер солай. Қазақстандағысын көре ма? Көреді. Көреді, иә? Барлық көреді. Уайымдама деп. Иә, спокойно шығып, айт дейді, қорықпай. Жақсы, біз көрерменге кезек берейік, және де сұрағыңыз қандай? 55-31-80, 55-31-81 байланыс телефонымыз. Абақты біздің твиттердағы хэштегіміз. Экранға біз қазір өте көп сіздердің тілектеріңізді, сіздердің сындарыңызды жазып жатырмыз. Соның ішінде, мінекей дәл қазір шықты. Бұқар жаудың әні мен мені жылатып, әкемді еске түсірген жалпы жылы үшеуі де өте жақсы дейді, барлығына жеңіс тілеймін дейді. Біздің көрермендер өте шынайы. Көрермендердің сұрақтарының ішінде жаңағы 5 миллионды қайырымдылыққа Гүлім арнайым десе, қалғанын енді альбом жазам, Иса әке-шешемді көшірер едім дейді. Көбісінің сұрайтыны балалық шақтары қалай өтті дейді. Бауыржан, балалық шағынан бір еске алшы. Ерке бала болып өстің ба? Ерке бала болып өстім. Ерке болғанда қатты ерке болдым мен. Мысалы, қатты еркелігінің шегі неде болды? Енді мен Ақтау қаласының Аржан Тұшшот деген ауылдам. Сол енді мен бала кезімде футболға қатты қызықтым, футбол ойына. Сол доп ала берсем, сол арманым сол болды. Қанша доп болды сонымен? Мен айта кетейін, өзімде үйде доп тұрса, мен қалаға барсам, бәрібір жылап, еңіреп, базардың ішіне жер тепкілеп, доп бәрібір алдырар едім. Ауылымда допым тұрса да. Сөйтіп менде доп жинағыш болғансың? 11 ма, 12 ма доп болған. Қазір футбол ойнайсың ба? Қазір ойнаймын, иә. Бірақ сенің артық салмағыңа байланысты жиі сын айтылады. Салмағың қанша?
Мен білмеймін, кешіріңіздер, бірақ та мен Бауыржанның бойынан артық салмақ көріп тұрған жоқпын. Келе қойшы. Мүмкін көп жағдайда енді камера адамды толық қып көрсетеді, мені көшеде біреу көрсе, ой, сіздің бойыңыз қандай кішкентай, сіз қандай арық едіңіз дейді. Сондықтан қанша салмақ? Есептемеппін. Мүлдем? Осы уақытқа дейін мүлдем салмағың? Жоқ, бұрын есептедім енді, бірақ Алматыға келіп 80 шығар. 80 шығар. Бойың? Бойымды. Мен 165 жарайды, бойын өлшеген жоқ. Міне шамамен есептей беріңіз. Мен аяқ киім шештім. Бір 10 сантиметр бар ма менен биік? 72 шығар. 172. 178. Сондықтан артық салмақ бар дегенмен келіспейсің? Жоқ, келсем енді өнер адам болғаннан кейін бәрібір. Иса сияқты арық болған жақсы. Мен негізі Исадан да арық болдым осы. Не болды? Алматының ауасы қатты жақты ма? Ұқпан ағам көп тамақ берген ғой. Айған жеңгеміз екеуі, Көрерменге кезек, қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Отыра қойдым. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіз эфирдесіз, иә? Мен Арыс қаласынан звондап тұрмын. Ол бірінші сынып оқимын, есімім Ақнұр. Сіздерге қойын деп жатқан сұрағым, мына қатысушыларға ән айтқандағы қандай талаптар қойылады? Және екінші сұрағым, ағылшынша өлең ба, қазақша өлең ба, қайсысы өтімдірек болады, соны білгім келеді. Жақсы. Қысқадан нұсқа, Иса. Қандай талаптар қойылады ән айту барысында дейді? Сұрақты оңай қойын. Әнді өзің таңдайсың ба, ағылшынша айтқан жеңіл ма, саған қазақша айтқан жеңіл ма дейді? Әрине, қазақша айтқан жеңіл болады. Сөзін жаттау оңай болады. Ағылшынша өлеңдер сөзін қиындау жаттау. Гүлім, өзіңе? Менің ойымша, Қазақстан дауысы болғаннан кейін қазақша әндерді айтқан жеңіл сияқты. Мен өз басым дәстүрлі халық әндерін айтамын, сондықтан маған... Эстрадаға мүлдем бас бұрмайым деп айта аласың ба? Әлде... Жоқ, оны өйтіп айта алмаймын. Кезінде Айгүл Қосанова да дәстүрлі болды да, кейін қазір эстрададан көріп жүрміз. Әрине, бірте-бірте эстрада бағытында тез танылатын сияқты менің ойымша. Ойда бар, е? Иә, негізі ойда бар. Осы жолы жексенде айтасың ба эстрада бағытында? Әлде тағы да сен дәстүрлі? Осы жолы халық әнін тағы да таңдап тұрмын. Өйткені өзімнің табиғатыма келетіндіктен халық әнін айтамын. Бауыржан, өзіңе қай тілде ән айтқан ыңғайлы дейді? Немесе талап қойыла ма дейді сондай, ағылшынша, орысша, қазақша? Негізінде Қазақстан дауысы болғаннан кейін қазақша өлең айтқан мен дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде тек дауыс деп тұрған жоқ қой, бұл жерде Қазақстан дауысы деп тұр. Сондықтан қазақтың халық әндерін көп айтқан меніңше дұрыс деп ойлаймын. Мен жаңа маған да сұрақ тұрады, неге ағылшынша айтпайсың, сен білмейсің дейді. Мен негізі білемін, ағылшынша өлеңдерді білемін, испанша, итальянша, көп тілде өлең білемін. Бірақ мен өзімнің жүрегіме жақын, сол болмысым қазақтың әндері. Осы атақ үшін қандай да бір құрбандыққа барар ма едіңіздер? Жоқ. Жоқ. Әскерге бар десе барасың ба? Ойланып көруге болады. Ойланып. Әскерге бар деп жатса енді қазір уже... Мен салсамал түрде айтайын, Кореяда өте белгілі Рейн болмаса өте белгілі әншілер бар. Барлығы елдің заңы бойынша 30 жасқа дейін міндетті түрде әскери борышын өтеу керек. Қазір Иса 19-да, Бауыржан 21-де. Әскери борышты өтеуге байланысты сұрақ туындады ма осы уақытқа дейін? Негіз туындады, мен не айтарын білмей алдым енді. Бар деп атса баратын шығармыз. Баратын шығарсын. Әлде мүмкіндігінше соңына дейін созып бармауға тырысасың ба, шын? Негізі шынымды айтқанда қазір мен өнерге қатты берілдім, сонымен қазір еңбектеніп жатырмын, жұмыстанып жатырмын. Егер мен бір жыл уақытым сол жаққа барып кетіретін болсам, уже көп затым артта қалатын сияқты. Демек, әскерге бармауға барынша тырысасың. Жоқ, бармауға тырысамын емес енді. Ол негізі ер адамның борышы ғой. Иса. Бауыржанға қосыламын. Біздің жігіттер осында енді соңына дейін мүмкіндік болса әскерге бармауға тырысады. Өйткені бір жыл немесе сол 2 жылдың ішінде бізді қаншама көрермендерімізден айырылып қалуымыз мүмкін деп санайды екен. Енді шындығы сондай. Көрерменге кезек, тыңдап тұрмыз сізді, сәлеметсіз бе? Сіз эфирдесіз. Қайырлы күн. Сіз эфирдесіз, иә, айта қойыңыз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Қатысушыларға сәттілік тілеймін, Алматы қаласынан хабарласып отырмын. Қоятын сұрағым,
Сіздер не себепті именно сол тәлімгерлерді таңдадыңыздар, және соған өкінбейсіздер ма? Содан кейін басқа тәлімгерлердің жұмысын, еңбектерін бақылап көресіздер ме? Деген сұрақ. Жақсы. Не себептен ол тәлімгерлерді таңдадыңыздар? Гүлім, біздің уақытымыз өте тығыз. Неге медеуді таңдадың? Медеу ағаны? Бізде алдында сұхбат алады ғой. Сол кезде мен медеу ағаны таңдаймын деп айтқан болатынмын. Ең басында. Одан кейін өзгертуге болмады? Одан кейін мен тікелей эфир сахнаға шыққан кезінде мен ойланып қалғанда кезім болды. Неге Нұрлан Албан ағама неге қарамас, сол кісіге неге бармасқа деген. Бірақ мен алдындағы сұхбатта айтып қойғаннан кейін мен медеу ағама бардым. Әрине ыңғайсыз болды. Дұрыс. Бұл сенің көрегендігің. Екі жақта екі сөйлеген сияқты болмайын дедім. Бауыржан. Мен де сол Алмас ағаны таңдаған себебім менің кішкене сәл де болса менің образыма келеді. Олай Қазақстан дауысын қарап отырсаңыз көріп тұр, мынау Нұрлан Албанға барады қазір. Медеу Арынбаев барады. Содан кейін екінші Нұрлан Албан, болмаса екінші Алмас шығады деп, көрініп тұра ма? Ол жас аралығына байланысты шығар деп. Жоқ, жас аралығына емес, өзімнің стиліме келетін болғасын таңдадым. Иса, неге Алмас таңдадың? Мен де сенде мүмкіндік болмады ма таңдауға? Жоқ, басында Алмас ағаға түсем деп келдім. Келдің, солай ойладың. Ақырғы секундтарда Алмас аға қарады. Ой, рахмет, Алмас, соңғы секундтарда қарамаған болсаң, онда Исаны қазір бізді қазір осы студия. Бұл деген бақ менің ойымша, жолы болғыш жігіт енді. Сол сәтте соңғы секундта Алмас қарамаған болғанда, қарамаса не болар еді? Біз Исаны қазір көрмеген болар едік. Жаңағыдай, хабар барысында ең үздік сұраққа 5000 бірлік деп айтқан болатынмын. Айсұлу Нұрғалиева есімді көрерменіміз мынадай сұрақ қойыпты. Маңғыстаулық адамдардан естуімше Бауыржан мектеп кезінде өзінің аты жөнін дұрыс жаза алмайтын болыпты. Сол әңгіме рас па дейді. Сіздің сұрағыңызды мен үздік деп танимын, Бауыржанға мүмкіндік береді жауап беруге. Қайдан естідіңіз дейсің? Жоқ, ондай болмаған сияқты менің ойымша. Бас орыс сыныпта жақсы оқыдым, 5-пен оқыдым сабағымда. Содан кейін 3 қай сыныпта пайда болды? 3-7 класстан бастап пайда болды. Гүлімге сұрақ қойылды. Қыздар қазір мектеп болып төбелеседі. Сіз қыз кезіңізде төбелестіңіз бе дейді. Бұл да менің ойымша үздік сұрақ Гүлсін. Әрине ондай кездер болды. Болды? Болды. Бір қарағанда Гүлімді мен тек қана көз алдымда әдемі домбырамен елестетсем, Гүлім бізде кезінде дұрыс қой, енді ол да мен де төбелестім сол сияқты. Мен өз-өзімді қорғау үшін шынығатынмын да. Төбелесетін? Әрине төбелесетінмін. Бірінші орында жүретінмін төбелестен. Атаман болдың ба не? Атаманмын. Қай жерде шешуші сәт болады, сол жерде мен шешіп жүретінмін. Алматыға келіп оқуға түскен кезінде де қол күрес деп жатамыз, сондай күрестерге қатысып дипломды алған кездерім болған. О, қандай күшті Гүлім. Оқып жүріп те болған. Білмедік біз. Дұрыс, біздің батырғыз. Батырсың. Қазір енді анамыз. Жаңағыдай, сен өзің атаман болдың ба? Жоқ. Болған жоқсың? Болған жоқ. Төбелескен жоқсың, еш уақытта ешкіммен? Төбелестім ғой. Төбелестің ба? Төбелестім. Қатты таяқ жеген кезің есіңде ме? Есімде. Айтамыз ба? Жоқ. Айтпаймыз. Ал енді менің ең соңғы сұрағым, сіздер көрермендер, сіздерде сұрағыларыңыз келіп отқан шығар. Яғни, сіздердің ойларыңызша кім Қазақстан дауысын жеңіп алады? Гүлім. Шын. Мен деш? Қорықпай, мен деш? Енді оны көре жатарымыз айта алмаймын, білмеймін. Ешкім? Нақты? Әрине, қатысушылардың барлығы мықты, бәрі талантты, бәрі өнерлі. Соның ішінен жарып шыққан алады. Енді оны кім екенін білмейміз. Жақсы, Бауыржан, кімді санайсың Қазақстан дауысына лайық деп? Мен де соны айттым. Бәрі лайықты? Бәрі лайықты, бәрі мықты. Егер осы жерде біз Ресейдің голосын көрсек, болмаса басқа мемлекеттің дауыс жобасын көрсек, онда бұл жерде әрқайсы өзін айтқан еді. Бұл біздің қазақилығымыздың белгісі, бұл біздің бір-бірімізге деген бауырмашылдығымыздың белгісі шығар. Ешкім өзін де аталмайды, өзгені де атап отқан жоқ. Иса, кімді санайсың Қазақстан дауысын жеңіп алуға лайық деп?
Енді білмеймін, бірақ мен өзімнің ойым Бауыржан сияқты. Мен өз даусымды Бауыржанға беретін едім. Неге өзіңе бермейсің? Мен білмеймін, Бауыржан алатын сияқты, ұтатын сияқты. Енді көптеген көрермендер жазып жатқан сіздердің ой пікірлеріңізге қарап отырса, қазірден бұның өзі, жарнаманың өзі адамды сендіреді ғой. Біз қазір түйсігімізбен бұлай түсініп отырмыз. Яғни Бауыржан туралы көп жазылып жатыр, Бауыржан туралы көп айтылып жатыр. Бауыржанның таңдаған әндері де, енді бірі сүйкімді жігіт, бірінің дауысы керемет. Бірақ та шын айтқанда бөле жарып қарауға болмайтын сияқты. Өйткені көрермен ол біздің ойымыздағыдай емес. Көрерменнің талғамы мүлдем басқа болуы мүмкін. Сондықтан осы студияға келмегендер алуы да мүмкін. Осы студияға шақырылмаған Қазақстан дауысының басқа да финалистері алуы мүмкін бұл атақты, дұрыс па? Сондықтан Иса, келесі жолы кіргенде еңсемізді көтереміз, кәне? Иә, еңсемізді көтереміз. Бауыржан саған да, өйткені мен бұл сөзі өзім жазған болатынмын. Сахнаға шыққанда жарқ етіп шығатын болып, міне мен Қазақстан дауысына лайықпын, маған ғана дауыс беріңіздер деген көздеріңізде сондай бір жанып тұрған отты көрсе көрермен, ол міндетті түрде сіз батыстансыз ба, Өзбекстаннансың ба, басқа өңірденсіз ба, оған қарамайды. Ең бастысы бұл ән жүректен жүрекке жету керек деп есептеймін. Рахмет сендерге, студиямызға келгендеріңе. Биылғы Қазақстан даусына еліміздің барлық елді мекендерінен, Өзбекстаннан, Қытайдан, Қырғыз Республикасы мен Монғолия елдерден 2000-ға жуық үміткер қатысты. Олардың арасынан мұқият іріктелген 8 үміткер осы жексенбіде әдеттегідей сіздер үшін өнер көрсететін болады. Үздікті анықтау тек қана сіздердің қолдарыңызда. Құрметті көрермен, ерінбеңіздер, дауыс беріңіздер. Қазақстан дауысы жобасын ең мықты адам ғана жеңіп шықсын деген тілегім бар. Сау болыңыздар, осы демалыс күндеріңізді жақсы өткізіңіздер. Рахмет сендерге.